құрлық әскерлерінің Абай, Алматы және Қарағанды облыстарындағы әскери бөлімдерінің базасында әскери міндеттілердің жиындары басталды. Әскери міндеттілерге бір ай ішінде артиллериялық бөлімшелердің мамандары әртүрлі әскери техниканы қолдана отырып, қайта даярлау жүргізетін болады. Алдағы уақытта запастан шақырылған әскери міндеттілер бөлімшелердің, взводтар мен роталардың құрамында міндеттерді пысықтайды. Әскери міндеттілердің жиындары ағымдағы жылғы тамыз айының соңына дейін жалғасады. Естеріңізге сала кетейік, әскери жиындарға шақырылған әскери міндеттілер әскери қызметшілермен тең дәрежеде заттай мүлікпен, тамақпен және медициналық қызмет көрсетумен қамтамасыз етіледі. Әскери жиындардан өту кезеңінде жұмыс орны мен атқаратын лауазымы сақталады. Оларға орташа жалақы, ал жұмыс істемейтіндерге мемлекет есебінен ең төменгі жалақы төленеді. Әскери жиындар аясында 1,5 мың резервші үшін әскери дайындық сабақтары басталған. Семей қаласында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары, бас штаб бастығы генерал-лейтенант Сұлтан Камалетдинов болды. Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары жауынгерлік дайындық және көлік жүргізу сабақтары өткізілетін оқу орындарын тексерді. Ол сондай-ақ далалық лагерде болып, медициналық пункттің, шаруашылық жабдықтау пункттерінің, тұрмыстық қызмет көрсету бөлімдерінің жарақтандырылуын және далалық моншалардың санитарлық техникалық жай-күйін тексерді. Жетісу облысындағы Көктал оқу полигонында бауырластық шыңы 2024 екі жақты тактикалық арнайы оқу-жаттығу аяқталды. Оған Қазақстан қарулы күштері десанттық шабуылдау әскерлерінің және Беларусь қарулы күштері арнайы операциялар күштерінің 350-ден астам әскери қызметшісі қатысты. Оқу-жаттығулардың жабылу салтанатында маневрлер барысында көзге түскен екі елдің әскери қызметшілері грамоталармен және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Жұмылдыру жаттығуларын медициналық қамтамасыз ету мақсатында Тараз қаласының әскери госпиталінің дәрігерлері Қарағанды облысындағы Сарышаған полигонында далалық жағдайларда медициналық көмек көрсетуге арналған госпиталь орналастырды. Модульдік әскери далалық госпиталь барлық қажетті заттармен жабдықталған. Оның ішінде қабылдау бөлімі, операциялық бөлме, таңу бөлмесі, зертхана, рентген жабдықтары, дәріхана және арнайы көлікте бар. Десанттық шабуылдау әскерлерінде жауынгерлік машиналары мен су тосқауылын еңсеру сабақтары өтті. Жаттығуға 200-ден астам әскери қызметші, оның ішінде мерзімді қызмет сарбаздары мен бөлімшелердің командалық құрамы тартылды. Практикалық сабақтар аяқталғаннан кейін қатысушылардың бәрі су тосқауылдарын еңсеру жағдайында сауатты машинаны өз бетінше пайдалануға рұқсат алады. Десанттық шабуылдау әскерлері бөлімшесінің алған дағдылары қыркүйек айының соңында Алматы облысындағы жағалау оқу орталығында өтетін ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бітімгерлік күштерінің мызғымас бауырластық 2024 командалық штабтық оқу жаттығуында қолданылады. Әуе қорғанысы күштері 78-460 әскери бөлімінің мерзімді қызметтегі 80 сарбазы салтанатты жағдайда әскери ант берді. Әрбір жауынгердің өміріндегі бұл маңызды оқиға Қазақстанның түкпір-түкпірінен шақырылғандардың туыстары мен достарын байланыс полкіне жинады. Шақырылған қонақтардың арасында Ащыбұлақ ауылдық округінің әкімі Жасұлан Оңалбаев және сарбаз аналары комитетінің мүшесі Татьяна Тропина болды. Мерзімді қызмет жылында жауынгерлер механик, жүргізуші электрик, жүргізуші жанармай құюшы, радиотелеграфист, радиотелефоншы сияқты мамандықтар бойынша оқытылады. Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтында талапкерлердің құжаттарды тапсыру процесін жеңілдету және күту уақытын қысқарту үшін QR-код арқылы тіркеу жүйесі енгізілді. Әскери жоғары оқу орнында 2024-2025 оқу жылына арналған құжаттарды қабылдау 30 шілдеге дейін жалғасады. Биыл 200-ден астам адамды қабылдау жоспарлануда. Естеріңізге сала кетейік, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты 5 жылдан 4 жылдық оқытуға көшті. Бұл өзгеріс оқу процесін оңтайландыруға және тез өзгеретін талаптар мен дамып келе жатқан технологиялар жағдайында мамандарды даярлау сапасын жақсартуға бағытталған. Таудағы жас сарбаз лагерінде әскери патриоттық клубтардың 75 тәрбиеленушісі тау туризмі мен альпинизм дағдыларын игеру мақсатымен оқудан өтті. Жас сарбаз лагері Алматы қаласының қорғаныс істері жөніндегі және Алматы облысының шекара қызметі департаменттерінің бастамасымен құрылған. Балалар үлкен Алматы, Турист және Сәтпаев шыңдарына көтеріліп, еліміздің көк туын желбіретті. Енді алдағы күндері лагерь тағы 100-ден астам баланы қабылдап, 15 тамызда маусымды аяқтауды жоспарлап отыр.